Елордалық Capital Project Ltd құс фабрикасы өткен жылы іске қосылған болады. Кәсіпорынның негізгі жұмыс бағыты құс өсіру, инкубациялау, құстарға арналған қоректі даярлау және құс өнімдерін шығару болып табылады. Құс жұмыртқалары бір тәулік бойы инкубацияланады, кейін оны бройлер өсіретін аумаққа тасымалдайды. Сол жерде жұмыртқалар 42 күн жатады. Кәсіпорынның қуаты 1 сағатта 6000 бройлер, яғни тәулігіне 12-33 құс шығаруға жетеді. Бір ауысымда 15-25 тонна құс еті өндіріледі. Кәсіпорында Германиядан әкелінген заманауи құрылғылар орнатылған. Capital Project Ltd құс фабрикасының бас директоры Гүлнар Қасымбекованың айтуынша, бүгінгі таңда өндіріліп жатқан құс еті Астана мен Ақмола облысын қамтиды. Основная цель Кәсіпорынның басты мақсаты импорттық емес отандық өнімді тұтынуға жағдай жасап, Астана аумағында азық-түлік белдеуін қалыптастыру. 2016 жылы компания жылына 20 000 тонна құс етін өндіруді көздеп отыр. Гүлнар Қасымбекованың айтуынша, елімізге импортталып жатқан құс етінің көп болуының салдарынан бұл өте қиынға соғуда. было очень большое накопление. Қоймаларда көп өніміміз сақталған. Кәсіпорын күнделікті жұмыс істейтіндіктен арнайы қойма жалдаймыз. Ағымдағы жылдың қаңтар айынан бастап өндіріс көлемін азайттық. Құс етін өндіру аса қиын емес, оны сату әлдеқайда ауыр. Бүгінде Курочка Ряба маркасымен шығатын тауық етінің бір келісінің бағасы 450 теңгені құрайды. Аталмыш кәсіпорынның өнімі елордалық дүкендерде сатылады.